Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео трендтегі ұлттық өрісті көрсететін боламыз. Екіге бөліп аласыздар шашты, және де алдыңғы қатардағы кекіл шашты осылай қалдырасыздар. Бұл соңында біз бұл шашты бұралап, әдемілеп сәндеп қоямыз. Ал енді дәл қазір қолдарыңызға резинканы алып аласыздар да, осылай резинкамен гофре қойылған шашты бір-бір резинкамен жинап өріп отырасыздар. Шаштың барлығына гофре салынып шығады. Түбінен ұшына дейін гофре саласыздар. Гофренің қалыңдығы орташа болуы тиіс. Тым жұқа гофреде болмайды, тым дәу гофреде болмайды. Орта қалыңдықта гофремен әдемілеп шаштың барлығын гофре жасап аласыздар. Сосын осылай шашты резинкамен жинап отырасыздар. Видеода қандай жұмыстар жасалып жатыр, соны бірге бір қайталап отырыңыздар. Екі жағынан осылай шашты алып, тағы да резинкамен байлап шығасыздар. Сіздерге 20-30 штук резинка қажет болуы мүмкін, шаштың ұзындығы мен қалыңдығына қарай. Каналымызға жазыла отырыңыздар, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар, қолдап отырыңыздар, бөлісіп отырыңыздар видеомызбен. Біздің видеоларымыз өте көп, жасап жатырмыз, дайындап жатырмыз. Күніге жаңа видеоларды дайындап салып отырамыз. Каналымызға жазылып, күтіп жүріңіздер жаңа видео, жаңа тақырыптарды, жаңа трендтегі жұмыстарды салып отырамыз.
келесі қадам алдындағы біздің қалдырған шаштарымызды утюжоктың көмегімен бұралап шығамыз. Бізде дәл қазір жұқа утюжок болып қалды. Негізі үлкен утюжоктармен де жұмыс жасауға болады, плойкамен де жұмыс жасауға болады. Шаштың алдын, құлақ алдындағы шашты осылай алдын бұралап аласыздар. Сосын кекілдің шашын лакпен начостап, лак сеуіп, көтеріп, сосын барып бұралайсыздар. Лактың фиксациясы 5 болу керек, 5-ші уровендегі фиксация болу керек. Шашты қатты ұстайды және де ұзылмайды шаш. Шашты түбін алдымен начостап, көтеріп қатырып аласыздар. Сосын барып утюжокты не болмаса плойканың көмегімен шашты сыртқа қарай бұралап түсіресіздер. Шаштың барлығын бұралап тастамайсыздар, тек ортасынан ұшынан ғана бұралайсыздар. Сонда әдемі көрінеді. Назарларыңызға көп рахмет. Бізді қолдағандарыңыз үшін, видеоңызды көргендеріңіз үшін, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Үрпілеріңізді ұсыныстарыңыз болса сөйлеп отырыңыздар. Бізді қолдап отырсаңыздар, көбірек түрлі қызықты видеолар салынады. Алыстамаңыздар, каналға жазылып отырыңыздар. Күнге жаңа видеолар салып отыруға тырысамыз. Ұзатылу кешке жасалатын мынау прическаның төбесіне тақияна резинкалардың көмегімен қыстырып қоясыздар. Әйтпесем түсіп кетуі мүмкін. Тақиямыз. Сол себептен де осылай жан-жақтарынан қыстырып қойыңыздар. Резинка қатты ұстауы тиіс. Ұсақ резинкалар түсіп кетеді. Сол себептен де қатты резинкалармен жұмыс жасауға тырысыңыздар. Назарларыңызға
еңбектегі жұмыстар шығып отырады, пайдалы кеңестер шығып отырады. Каналымызға жазылғандарыңызға көп рахмет. Ой пікірлеріңіз болса бөлісіп отырыңыздар, жазып отырыңыздар, қолдап отырыңыздар бір-бірлеріңізді. Сіздермен келесі кездескенше дейміз. Амандықта кездескенше сау болыңыздар. Прическа өте